Мен тарихпын. Мен осы талай жылдың куәсімін. Қазақ жерінде еркіндік аңсаған ұлттың жүрек соғысын естіп келемін. Азаттық үшін атқа қонған батырлардың рухын сақтап келемін. Мен тастан тастаған алашымын. Мен тасқа қашаған алашы жазуымын. Тектілікте ел болудың негізін паш еттім. Ұрпағым рухсыз болмасын деп жыр жаздым. Тілім мен жерім мәңгілік болсын дедім. Мен қан, мен қайғы. Біраз шаңырақты шайқалтқан едім. Бірақ қазақтың рухын сындыра алмадым. Ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз біріккенде мен жеңілдім. Мен алаш қаламмен де, саясатпен де күрестім. Қазақ автономиясы деп ел болудың жолын іздедім. Менің үнсіз ерлігім тәуелсіздікке жол салды. Мен желтоқсанмын. Қазақ жастарының намысы. Әр ұлтқа өз басшысы керек деген даусымды естідіңдер ме? Мен үміт қалдырдым. Сендер жалғадыңдар. Мен 1990 жылы 25 қазанмын. Қазақ елі егемендігін жариялап жаңа дәуірге аяқ басты. Менің келуім егемен елге әсер етті. Менің атым тәуелсіздік. Қазақ халқына егемендік пен бостандық сыйладым. Менің келуіммен қазақ халқының ғасырлық армандары орындалды. Мені сақтау сіздердің қолдарыңызда. Мен Рәмізбін. Туым биік, ертаңбам айбынды әнұран рухты. Мен арқылы дүние қазақ елін таниды. Мені қадірлеу, елді сүюдің бастауы. Мен Теңгемін. 1993 жылы дүниеге келдім. Мен экономикалық тәуелсіздік нышанымын. Мен арқылы ел өз бетінше шешім қабылдады. Құндылығым сіздердің еңбектеріңіз бен сенімдеріңізде. Астанамын. Болашаққа бет алған жаңа Қазақстан жүрегі болдым. Бәйтеректей биік армандар мен үміттердің қаласымын. Мен тәуелсіздік пен жаңғырудың символымын. Мен Экспомын. 2017 жылы әлем маған назар аударды. Мен Экспомын. 2017 жылы әлем маған назар аударды. Жасыл энергия мен болашақтың технологияларын таныстырдым. Мен Қазақстанның жаһандық жетістігінің айғағымын. Менің беттерімде 1991 жыл алтын әріппен жазылды. Содан бері, ол жылдан бері тәуелсіздік таң атқан жыл. Содан бері менің жаңа парақтарымда егемен ел, еңселі Астана, бейбіт өмір мен бірлік туралы жазылып жатыр. Мен өткеннің естелігі, болашақтың іргетасымын. Тарих сөйлесе, ел оянады. Республика күні құтты болсын.